Сонда мысалы ертең сіздер енді бәрін ата-анасыздар. Сіздер мысалы шынында таң қаласыздар, иә? Неге менің баламның бойында ғылым білімге махаббат жоқ? Жоқ қой. Әрбір ата-ана мысалы армандайды, баласы ғылым білімге махаббаты оянса екен. Армандайсыздар ғой, бірақ жауабын таба алмайсыздар. Сонда оның жауабы мынау екен міне. Хавас сәл. Һәм тәмсал, ол туысынан. Сонда мынаны қараңыздар. Мына жерде қайсы көп? Туысы ма әлде орта көп пе? Қайсы? Орта емес, мынау көп. Мынау екі себебі мында тұр. Мына қараңыз, үш себептің екеуі несіне байланысты? Туысына. Үштен екісі не? Туысына байланысты болыпты, жігіттер. Ал мынау ол үшінші ғана. Иә. Ара кеттік. Осыған байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Бұл енді бөлек тақырып еді. Енді неге келейік? Машқойға келейік, Машқой айтады. Бала туғанда дейді, бала туады ғой енді, туғанда 6 мақұлық бірге дүниеге келеді дейді. Жалпы біз де мақұлықпыз, сөз. Қараңыздар. Халлақ деген кім? Халлақ. Халлақ жаратушы. Алланы біз халлақ дейміз, жаратушы. Жаратушы. Ал енді осы жаратушыны енді қарады. Ма халлақ. Яғни не? Мақұлық, жаратылған. Қазақтың мақұлық дейтін сол. Мысалы қараңыздар. Мына столда не? Мақұлық. Стол мақұлық қой. Жан бәрі мақұлық, жаратылған. Есек те мақұлық, шыққан да мақұлық, біз де мақұлықпыз, сөз қой. Сонда адам егер ақымақ болса, ақылсыз болса, қазақ айтады, өй мақұлық дейді. Яғни сен ана шыққанның, есектің деңгейіне түсіп тұрсың деген сөз. Өйткені бәріміз мақұлықпыз ғой біз. Жаратылғанбыз. Бірақ енді біз жаратылғанда да бізде ақыл бар ғой. Егер сен ақылың жоқ болса, қазақ айтады, өй мақұлық дейді. Яғни не? Анау жаратылыстың деңгейіндегі адам дейді. Түсінесіздер ме? Мысалы, айырмашылығым жоқ. Сонда қазақ айтады. Енді қараңыз, орысша дейді. Орысша былай дейді. Халек творец, халлақ творец. Мақұлық орысша? Тварь. Орыста ренжігенде өйтті тварь дейді ғой. Яғни не анау неге түсіп тұрсың? Жаратылыс деңгейіне түсіп тұрсың. Иә, бастапқы жаратылыс деңгейіне түсіп тұрсың. Құрт құмырсқа адам жаралып қойды бәріміз. Шәкәрім айтады ғой, біз өсімдік бірінші пайда болған, өсімдіктен дейді жарылып құрттар пайда болған, сол құрттан адам, құс, шаян пайда болған. Киіміз кесті, киіміз адам дейді. Жаратылыс осындай дейді. Сонда қарасаңыздар, сол кешегі анау бәріміз құрт болып жаратылған кездегі мақұлық деңгейге түскен кезде қазақ не дейді? Өй мақұлық дейді. Бірақ оны түсінбейміз бұл сөзді біз. Бірақ айтамыз. Жиі қолданамыз ғой. Кейде балаларымызға айтамыз, кейде інелерімізге, сіңлілерімізге айтамыз, өй мақұлық дейміз. Жоқ, жаратылған. Сіз не айтып отырсыз сонда? Жаратылыста біз эволюцияны айтып отырсыз ба? Ана жақ, Құранда жазылған ғой, это мы создали из гусов. Ол енді былай ғой. Там же будет. Ол дұрыс қой енді. Дұрыс. Енді оны айтып отыр ғой. Біз сіздерді бір тамшы судан жараттық дейді ғой. Дұрыс. Ол адамның жаратылысын айтып отыр да. Ал Шәкәрім айтады, енді Шәкәрімнің өзінің түсінігі, жалпы біздің жаратылысымызда не жатыр? Құран ол адамнан бастайды ғой. Ал адамға дейін. Адамға дейін болғанда до человечества. Сіз қазір Шәкәрімнің сөзін айтып тұрсыз. Эволюция бойынша. Шәкәрім үші деп айтады, жалпы адамның жаратылысы кезінде біз содан пайда болғанбыз дейді. Оның Шәкәрімнің көзқарасы бұл.
Ал енді Құран бойынша әрине біз айтамыз бірден да. Шәкәрімнің айтып тұрған сол Құранның ішіндегі нәрсені шығар, біз сначала не сияқты құрт сияқты боламыз ғой. Одан кейін превращаемся. Иә, оны енді жарайды, ол тақырыпқа бармай ақ қояйық. Жарайды. Иә, басымызға айтады ғой, көп білсең өмірің қысқа болады деп. Жарайды. Бірақ жай сіздерге не айтып отырмын? Сондай көзқарас бар. Иә, иә. Оны енді қабылдамау өз еріктеріңізде. Бірақ Шәкәрім іштегеннен қорықпастан осындай көзқарас айтады. Бірінші өсімдік пайда болған дейді. Набадат дейді да, арабша. Набадат өзі набадат, хайуанат, жабадат деп үшке бөлінеді. Өсімдіктер әлемі, тастар әлемі және хайуанаттар әлемінде өзі бөлек арабтарында. Набадат. Ярайды, ол басқа тақырып. Енді қараңыздар. Адам дейді. Сонда қараңыз, біз мақұлықпыз. Енді қараңыздар. Енді мәшһүр атамыз дейді. Біз дүниеге келгенде дейді. Бірінші мақұлық кім? Адамның өзі. Иә? Адамның өзі мақұлық қой, жаратылған ғой. Екінші, аспанда дейді, аспанда жұлдыз деген бір мақұлық бар. Сол жұлдыздан бір жұлдыз туады дейді, сенімен бірге. Иә, міне Юпитер, мысалы менің жұлдызым қандай? Юпитер. Жұлдыз. Әр адам жұлдызы да. Иә, әр адамның жұлдызы бар. Сонда қазақ жұлдыз ағып түскенде не дейді? Шөп жылады. Жұлдызым жоғары дейді. Өзі айтып тұр қазақ, жұлдызым жоғары. Айта ма? Иә, иә. Бірақ бір қызықты айтайын сіздерге. Қазақта башқа айтады. Қазақ деген қызық халық өзі айтады, өзі түсінбейді. Кім айтады? Башқа айтады. Қазақ деген қызық халық дейді, өзі айтады. Өзі түсінбейді. Мысалы, жұлдызым жоғары дейді, иә? Бірақ ешкім білмейді, ол не жұлдыз. Иә. Менің жұлдызым жоғары. Өйткені мен туғанда менің жұлдызым бірге туған. Ол иә? Иә, арғай кеттік. Жын деген бір мақұлық бар, иә? Сенің өзіңнің персональды жынында дүниеге келеді. Жын, иә? Жын. Иә? Сізбен бірге, сіз атыңыз кім? Мысалы, Дина туған кезде Дина деген жын пайда болған, бірге. Ол қайда қазір? Ол қайда жын? Үстіңізде тұр. Ол сізбен бірге туған. Сонда қазақ не дейді? Жыныма тимейді. Өзі айтып тұр ғой. Жыныма. Ол сенің ішінде, менің ішінде бәрі жын бар. Жыныма тимейді. Әйтсе жаман болады. Орысдар айтады, не буди во мне зрения. Бірақ нәрсе айтып отыр. Орыс айта ма, қазақ айта ма? Сонда айтады соны. Адам, екінші кім? Жұлдыз, үшінші жын, төртінші шайтан, персональный, Шайтан мен жын бір емес па? жоқ, шайтан бөлек, жын бөлек. Азғарушы ғой ол дейім. Жоқ, шайтан деген нәрсе бар. Шайтан деген сіздің жүрегіңізде шайтан отыр. Құдай сақтасын сақтайды. Ол шайтан аты кім? Білесіз. Жоқ, қойды. Қатты кетіп қалдым. Вообще сауатсыз екенбіз ғой. Сен ұқсайсың. Хоннас деген жын бар. Иә. Нас сөзі құл аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил уасвасил хоннас. Айтпай ма? Сенің жүрегіңде хоннас отыр. Хоннас. Ханнас дейді да. Шайтан ба? Шайтан. Сен туғанда бірге туған сенімен бірге. Алла. Жақсы. Дұрыс, оған да керек асықпай. Міне сізді кім асықтырып отыр? Шайтаныңыз асықтырып отыр. Қазақ не дейді? Асыққан? Шайтан. Сол асық. Бірақ Рамазан айында шайтандар жоқ. Өтірік айтады. Неге?
Miami'ye gitip Жайда да не? Yok. Çaydan sizin içinde otur, çayda gitmiyor. Ramazan var, Ramazan emeydi. O senin bolmuşsun, diyorsun. Seninle birge tuğan. Konnas. Ama Kazak ne deydi? Adamda iki az vuruşu var deydi. Biri işten, biri sırttan. İşte kaçsı? Не ғой? Иә, шайтан. Böyle konnas, işten azırat. Sırttan azıratın mı? Жын. Adam şeytan. Адам шайтан. Ses mi? Adam şeytan. Onu ispedin mi adam şeytan? Ол бесінші ма? Жоқ. Жалпы, мысалы қараңыздар, бір қыз тұрмысқа шығайын деп жатса, бір өзінің құрбысымен ақылдасады ғой. Ол құрбысы айтуы мүмкін. Шықпа. Ол ондай. Азырады ол сені. Шықпа. Не бар шығып? Шыққанда мен шықтым бізге, міне жүрміз ғой міне, ажырасып. Сен азырады, түсінесіз бе? Немесе бизнес бастайын деп жатсың, айтады. Не керек ол бизнес? Ол дүкен ашып қайтесің. Мыңдаған дүкен бар, бәрі өтпейді табады. Иә, Азыра ма? конечно. Міне, сол шәкәрім айтады. Біреу іштен болғанда, біреу сырттан дейді. Бізде екі азғыршы бар. Біреу Құдайдың шайтаны, екінші адам шайтаны. Қайсысы күшті? Адам шайтаны күшті. Досың деп сенесің тұрады ол. Иә, адам шайтаны күшті. Күшті деген мақтап деген мағына беріп отырсыз. Иә. Мындай бір сіздерге аңыз айтайын, осы адам шайтаны туралы. Бір соқыр мен саңырау дос болып дейді. Соқыр мен саңырау дос болып. Сосын екеуі достығы сондай, шайтан қанша азғырса да екеуін ажырата алмайды. Соқыр естиді, саңырау көреді, бір-бірін сүйреп күнелтіпті. Екеуі кәдімгідей айырылмастай дос екен де. Сол шайтан былай азғырады, екеуін ажырата алмайды. Сосын кімге келіпті? Алдаркөсеге. Алдаркөсе депті. Осы екеуін ажыратып берсең, мен саған сәжде қыламын депті. Мәшһүрден ал бұл, мәшһүрде бар осы. Жарайды деп. Бір күні екеуі қараса, Алдаркөсе келе жатыр еді, екеуі жаңағы. Соқырды саңырау жетектеп келе жатыр. Сосын кімді шақырыпты бері? Ай депті. Шақырыпты берген. Соқырды шақырыпты. Соқырды. Шақырды. Сосын соқырды ұстапты. Жоқ, кімді шақырыпты? Саңырауды шақырыпты. Саңырауды шақырыпты. Саңырау көреді ғой? Бергенде. Былай ұстапты да, сол қолмен ұстап, оң қолмен шапалақты, құлақ шекеден періп, мә саған деп, шарт еткізіпті, екінші қолын жеріп, ал мынау досыңа деп, мә саған деп ұрады ғой. Содан енді анау екі бет зуылдап, не болған білмейді, кетеді ғой. Сонда анау кім естиді ғой? Соқыр естиді. Соқыр естиді ғой. Анан айтады, маған не берді? Ештеңе берген жоқ, мен таяқ жедім, басқа істеген шапалақ жедім. Жоқ, сен жасырып тұрсың, мен естідім ғой. Маған бірдеңе берді ғой деп. Соны екеуі қызыл алған төбелесіп жүрді. Сөйтіп екеуі ажырасып кетті. Сонда Құдайдың шайтаны ажырата алмағанды, адамның шайтаны ажыратты дейді. Кімнің күшті екенін. Иә, сонда мәшһүр айтады. Құдайдың шайтанынан адамның шайтаны деген сөз содан шыққан. Міне сонда қараңыздар. Адам не көреді? Жұлдыз, жын, шайтан. Бесінші, пері. Пері, иә. Біздің бойымызда пері бар. Айтады ғой, үй пері соққан дейміз бір-бірімізге. Пері, шайтан, жын бәрі. Жоқ, бөлек. Пері деген не? Пері дегеніміз ол андай демон.
пир ол соқты деп жын енді ол екі түрлі болады мұсылман жын кәпір жын дем А шайтаншы? шайтан деген ол ана дьявол ішінде отыр сенің жүрегіңде Иштегі голосың ба, но который тип айтып тұрады. мысалы қараңыздар мынау адамның жүрегі ғой мысалы кішкене ғана сіздерге мағлұмат берейін мына адамның жүрегі иә міне жүрек па міне жүректе мына жерде хоннас отыр иә хоннас мына бір көз мына жерде періште отыр періште адам жүрегінде мысалы ақпарат келеді ғой мысалы бұны машһүр айтады мынаны ақ көз дейді ақ көз мынаны қара көз бір ақпаратты адам екі түрлі көреді екен неге байланысты Хонас. қайсысы күшті егер сен ханнашты меңгере алсаң сөйтсе айтады егер сен дейді планетаны меңгерсең планета саған бағынады егер сен ақымақ болсаң планета сені билейді Невежда. иә Невежда. иә сол сонда егер сен мықты болсаң мына періштең саған ақпарат береді егер сен әлсіз болсаң хоннас саған ақпарат береді мұны мынадан келетін ақпарат не дейді хоннастан келетін ақпарат уәсуәс дейді сіз мысалы бір мынадан келетін ақпарат не деді илхам дейді мысалы бір қызық оқиға айтайын сіздерге бір күні астанада қосшы деген жер бар сол жерде маған қонаққа шақырды туысқандарым сосын мен алдыма үлкен жаңағы не келіп қойды ыстық жілік ортаға енді сыйлап беріп жатыр да сосын менің қасымда біздің ауылдың жасы үлкен менен жасы үлкен 2 жас үлкен бір ағамыз отырды бірақ жілік маған тартылды сосын мен енді қазақпыз ғой сыйлап жоқ сіз бұл жілікке сіз лайықтысыз деп ана кімге бердім қасымдағы жігітке жасы үлкен содан жігіт не деді білесіз бе не қолым күймесін деп маған беріп жатсың ба дейді сонда ол қандай ақпарат алып тұр Жаман. қара көзбен қарап тұр түсінесіз мен оған ақ ниетмен беріп жатырмын ол қалай қарап тұр түсінесіз бе мысалы бір мұғалім сіздерге екі қояды персесі күшті бала ренжімейді рахмет бұл мұғалімге дейді да ал хоннасы күшті адам өлтіре ме сен ертең дейді ертең кездесесің әлі кек тұтады неге өйткені ол оның әрекетін қалай бақылап тұр қара көзбен қарап тұр байқайсыздар ма сонда кез келген ақпаратты мысалы иә екі көзбен қарауға болады ақ көзбен және қара көзбен ол сіздердің білім деңгейлеріңізге байланысты егер сіздер надан болсаңыздар сіздерді шайтан пері билейді түсінесіз бе жұлдыз билейді шайтан пері жын шайтан бәрі сіздерге не істейді билейді сіздерді иелік етеді сонда кім айтады алтыншы күн сонда періште пері алтыншы періште сонда қараңыздар мәшһүр атамыз айтады біреу қыз зорлайды біреу кісі өлтіреді біреу керуен тонайды дейді адамның өзі ме дейді жоқ дейді ішіндегі жыны шайтаны перісі ұйытқытып солар істетіп жатыр адамның жақсы да болмайды жаман болмайды дегеніміз сол адамның жаны мықты адам құдайдың жаратылысында жамандық жоқ қой жаны тап-таза бірақ адамның өзінің жаңағы непорядочный действие дейміз ғой өзінің назандығынан адамның жаңағыдай осындай қате жұмыстар жасайды яғни оны невежливо управляет планета деп айтып отыр ғой сол егер сіздер надан болсаңыздар сіздер жыныңыз шайтаныңыз періңіз сізді билейді да сіз еріксіз не істейсіз ұрлық жасайсыз қыз зорлайсыз банк тонайсыз
Şimdi түсініп келіп отыр ма? Четко келіп отыр. А? Өте мықты келіп отыр, иә. Міне. Дұрыс Сонда айтасыз. міне сөйтсең тұр қазақта міне. Міне тұр. Жұлдызың, шайтаның, жының, перің. Сосын айтады, адам жақсы да болмайды, жаман да болмайды. Не, оның туысы жаман, және оның іс-әрекеттері жаман. Іс-әрекеттері неге жаман? Өйткені Негатив алып кетіп тұр. Өйткені оны мыналар билеп кетіп тұр, сөзсіз бе? Жұлдызы билеп кетіп тұр, жыны, перісі билеп кетіп тұр. Какого волка подкормишь? А? Какого волка подкормишь? Иә, иә, міне. Как это? Сонда шәкәрім айтады. Әлде сайтан, әлде жын, бірін тастап бірінмін. Адам емес айуансың, неге тұрсың сенде шын? Қалай айтады? Шын деген не? Шын деген не? Шын. Айтып отыр, тағы айтып отыр. Таудың шыны ма? Ең. Шын. Шәкәрім айтып отыр. Әлде сайтан, әлде жын, осы әңгімені айтып отыр ғой. Әлде шайтан, әлде жын, бірін тастап, бірінмін. Мысалы, біз кейде шайтанымызға мініп оламыз. Кейде жынға мініп оламыз. Кейде періге мініп оламыз. Рас па? Бірін тастап, бірінмін дейді. Яғни сені олар билеп отыр дейді. Айтады. Әлде сайтан, әлде жын, бірін тастап, бірінмін. Адам емес айуансың. Неге тұрсың сенде шын? Сонда шын деген не? Періште. Правда. Шын деген не? Құдай. Түсінесіз бе? Құдай. Шын деген Құдай ғой. Шын деген Құдай, шын деген Творец, шын деген Жаратушы. Неге тұрсын сонда? Ақиқат деген. Сенде, енді қарасаңызшы, қалай тұрады сен? Өйткені сен ішінде жын билеп тұр сені. Қалай тұрады сен Құдай ішінде? Түсінесіз бе? Көрдіңіз бе? Яғни, осы өлеңді айтып отыр. Әлде сайтан, әлде жын, бірін тастап, бірінмін. Адам емес айуансың, неге тұрсың сенде шын? Түсініп отырсың ба? Прикинь. Сондықтан, енді түсініп отырсыздар ғой? Енді қараңыздар, әрі қарай кеттік. Жұлдыздар туралы айтайын.